Салют, достар! И бүгін өзіме прическа істеймін. Ең бірінші шашымызды қырындап тарап аламыз. Резинкамен буып, осындай шашқа арналған гельді көп қып шашымызға жағамыз. Көп қып жағу керек, өйткені себебі біздің шашымыз кесіліп тұру керек. Айнадай болып жылтырап тұру керек, қатып тұру керек, және осындай тарақпен, тісі өте майда тарақпен тарауымыз керек. Жаңағы гельді қосып, тараққа да жағуға болады, шашқа да жағып қойып, осылай тарап шығамыз. Өте мұқият көп тараймыз, өйткені шашымыз түсіп кетеді, осындай жылтырап тұру керек. Бұл бальный билерде осы шашқа көп өте маңызды қарап жатады. Шашыңыз әдемі жылтырап тұрса, көйлегіңіз де жақсы болып тұрса, бірден сіз жарқырап тұратын болады қыздарыңыз. Сондықтан шашының прическасына да сіздер мән беріңіздер. Гельді көбірек жаға беріңіздер. Қайта-қайта тарау керек. Бір жерінде бір шығып тұрса, дұрыс болмайды, сондықтан көп тараңыздар. Енді фенмен жаңағы шашымызды, лак жаққан, гель жаққан шашымызды кептіреміз. Фенмен кептіріп аламыз барлық жағынан. Сонда әдемі қатып тұратын болады. Шаштарыңыз шықпай әдемі қатып тұратын болады. Болғаннан кейін лак жағамыз. Менің қызым лакты ұнатпайды, мұрын жауып ұнатпай жатады. Енді буған шашымызды тарап, оған да гель лак жағып, осындай сетка болады арнайы. Соны осындай заколканы кіргізіп сеткаға және шашқа орналастырып, шашты кіргізіп, орап, өзіңізге қандай пішін керек, солай жасап, шпилькамен орналасып шығуға болады. Міне осымен болды, біздің розаға ұқсап сәл түйіп шықтым. Егер сіздерге ұнаса лайк басыңыздар, сіздер де қыздарыңызға сәнді бальный билерге арналған шаш үлгісін жасап, күшті болып шығыңыздар. Сау болыңыздар, қыздар. Міндетті түрде соңында лак жағыңыздар.